жатты. Нұрланға ашуланып бір жағынан бір нәрсеге ұшырап қалды ма деген ой көңілінен кетпеді. Кенет бұрылыстан шамын жақпай ұшып шыққан көлік оны қақты да кетті. Көзін ашса палатада жатыр екен. Жанында медбикеден басқа ешкім жоқ. Аяқтары қатты ауырып тұр. Жай басын көтеріп қарап еді, есінен танып қала жаздады. Екі аяғын тізеден төмен кесіп тастапты. Бар даусымен айғайлап жылай бастап еді, медбике құшақтап жұбатты. Қайтсын, жанында демеу болар ешкім жоқ. Медбикенің аяныш сезімі еріксіз қызды құшақтап жылы сөздер айтқызды. Аспан жерге түскендей, бүкіл әлем одан теріс айналғандай еді. Бір апта жатты, осы бір аптаның ішінде ешкім келмегені жанына батты. Әттең әке-шешем ай, жанымда болсаңдар, жылы құшақтарыңмен жылтар едіңдер. Мейірімдеріңді сағындым, неге мен? Бір кезде мейірбике сүйінші сұрағандай, Бану, жігітіңіз кеп тұр деді. Өз құлағына өзі сенбеген Бану ұшып тұрайын деді. Бірақ аяғын көріп көңілі қайта түсті. Палатаға кірген Нұрлан Банудың жанына ақырын жайғасты. Бану қуанып қолынан ұстайын деп еді, Нұрлан қолын тарта қойды да, қалайсың? Деді, өзің көріп тұрсың ғой деп Бану жылап жіберді. Кешір Бану, мен қоштасуға келдім. Деген Нұрланның сөздері жығылғанға жұдырық болды. Бану бұдан соң жыламады. Қайта мұндай сатқыннан дер кезінде құтылғанына тәуба деді. 2 аптада соң дәрігерлер қыздың жағдайын біліп, мүгедектер арбасын тауып берді. Ауруханадан арбамен шыққан қыз бірден Сараның үйіне тартты. Сара есігін ашты да, ренжіме Бану, мынау киімдерің, менімен бірге тұра алмайсың, саған бір адам қарау керек қой деді, кемсітіп. Бану Сарадан осыны күткен еді, себебі оны Сараның көлігі қаққанын сезген. Тіккен киімдерін Бану орталық базардың алдына жайып қойды. Мүмкін мүгедек тіккен көйлектерді біреу аяп сатып алатын шығар деп ойлады. Негізі осы отырысына өзі қатты қынжылды. Киімдеріне мән беріп жатқан ешкім жоқ, бірақ сұлу қыздың бұл отырысы көбісінің көңілін жабырқатты. Кеш те батып қалған. Қалтасындағы азын аулақ тиынға жақын жерден барып ыстық нан алып келейін деп арбасының дөңгелегін айналдырып кетті. Нанын алып келе жатыр еді, оның киімдеріне бір өте сымбатты, қымбат киінген үлкен келіншек тамсана қарап тұрғанын байқады. Жанына ұшып келіп, апай бірдеңе іздедіңіз ба, ұнады ма? Деп алғашқы жақындаған адамына қуанып кетті. Бұл дүниелерді кім тікті, кім тоқыды? Деді, мынаны мамам, мынаны мен деп мақтаныш сезіммен көрсетіп жатыр еді. Майра сүйсініп, менің салоныма жұмыс істейсің бе? Деді. Алланың өзі жіберген бір мүмкіндік екенін түсінген Бану қуанып кетті. Салоны керемет екен, іші үлкен. Майраның қол астында 6 қыз жұмыс істейді екен. Тек байлар киінетін салон ау шамасы. Бану бірден тігілген, пішілген киімдерді қызықтап кетті. Майра Бануға таза киім беріп қызды жөніне келтірді. Бірден жалақысын келісіп алды. Бірақ қазір Бану жалақыны ойлап тұрған жоқ. Қалай базарда түнеймін деген қорқыныштан құтылғанына қуанып отыр. Майра өте ақкөңіл, қайырымды келіншек. Жалғыз ұлы бар. Ол шетелде дәрігер боп жұмыс істейді екен. Бануды қызындай көріп кетті. Банудың да қолынан өнер тамып тұр емес пе? Оның тіккен бұйымдарына сұраныс та артып, Майраның ісі оңға басты. Майра ұлы Сәбитті әуежайдан күтіп алды. Жолай болған оқиғаларды Бану жайлы бәрін айтып берді. Біле салып Сәбит Банумен танысуға асықты. Себебі өзі дәрігер болған соң әрқашан қол ұшын беруге асығып тұратын.